Барлығыңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өзімнің күнделікті пісіретін нанымның рецептімен бөлісетін боламын. Ең алдымен ыдысымызға жылы сүт және жылы суымызды құйып, оған тұз және ашытқымызды салып, жақсылап араластырамыз. Сосын жаймендеп ұн қосып, оны венчикпен басында араластырамын, себебі түйіндер болып қалмау қажет. Кейіннен қолмен де жақсылап илеп, ал соңында 1-2 ас қасық май құйып қолыма, оны да жақсылап илеп, 1 сағатқа бетін жауып қойып қоямын. Қамыр жақсы болып көтерілу қажет. Қамырымыз ашып, дайын болған кезде оны 2 бөлікке бөліп, қолымызбен лепешканың формасын жасаймыз. Видеода көрсетілгендей противеньге қойып, ортасынан бастаймыз. Сосын оны 5-10 минутқа бетін жауып қоямыз. Нанымыз тағы да көтерілу қажет. Кейіннен жұмыртқаның сарысын немесе өзін жағып, вилкамен шұқып немесе арнайы затпен шұқсаңыздар да болады. Үстіне күнжіт және қара тмин сепсеңіздер, өте дәмді болады. Қызып тұрған пеште 180 немесе 200 градуста пісіріп аласыздар. Осылайша біздің лепешкаларымыз дайын. Рецепт ұнаған болса лайк басып, менің каналымды тіркеліп қойды ұмытпаңыздар.